Мүлк сүресінде біз әрдайым қабір басында осындай бірнеше қадам жылжығаннан кейін мүлк сүресін оқимыз дейміз. Бірақ мүлк сүресіндегі маңызды мағынасы не? Ол жерде ең басында тұрған әлләзи халақал маута вәл хая. Алла тағаланың берекесі сарқылмайды дейді. Күллі билік өзінің қолында дейді. Көктер мен жер, дүние мен ақырет, күллі нәрсе сенің бойыңдағы күллі қабілетіңнің иесі сол. Қаласа қысып қалады, болды, істемей қалады. Күлліміз оныкіміз. Ерік бергеннен кейін солай білінбейді. Сонда ол Алла сондай дейді. Ар жағын қараңыз, өлім мен өмірді жаратқан. Қайсысын бұрын атады? Өмір мен жаңағы өлім деген жоқ. Өлім мен өмірді жаратқан дейді. Қайсысын бұрын атады? Біз көңіл бөлмейтін нәрсені атады. Біз көңіл бөлетін нәрсені артқа қойды. Өйткені сен сүріп жүрсің ғой бәрі оны. Айта берсең де сен сүріп жүрсің ғой қазір оны. Бірақ ол кім үшін сүріледі ол өмір?